Құрметті Силкой халықаралық университетінің білім алушылары. Кезекті сіздермен жүздесуімізде жалпы университеттің әкімшілігі тарапынан білім беру процесін ұйымдастыруға қатысты атқарылып жатырған іс-шаралар, жалпы оқу процесіне қатысты сіздермен бірге атқарылатын жұмыстар туралы кезекті пікір алмасуымызды одан әрі жалғастырамыз. Өздеріңізге белгілі 24 желтоқсан күні 2020 жылғы коронавирус инфекциясын таратпау жөніндегі ведомствоаралық мемлекеттік комиссияның шешімі қабылданған болатын. Сол шешімге сәйкес 2020-21 оқу жылының көктемгі семестрін бірінші курс студенттері үшін аралас форматта ұйымдастыру туралы нұсқаулар берілген болатын. Бұл жөнінде білім және ғылым министрлігі тарапынан ел аумағындағы барлық жоғары оқу орындарына комиссияның берген ұсыныстарын орындау туралы тиісті тапсырмалар келіп түсті. Яғни 28 желтоқсан күні министрдің арнайы бұйрығы шығып, әдістемелік нұсқауларға тиісті өзгертулер енгізілді және жоғары оқу орындарына қамтамасыз ету берілген тапсырмалардың орындалуын міндетті түрде талапқа сай атқару туралы тікелей міндеттер жүктелді. Бұл нені білдіреді? Біріншіден, лекция дәрістердің онлайн форматта өткізілуі сақталатын болады. Осы кезге дейін қалай өтіп келді, сол нысанда өтеді лекциялар. Ал семинар, қолданбалы сипаттағы практикалық сабақтар, зертханалық жұмыстар барлығы бұрынғы қалыптасқан негізде университет қабырғасында аудиторияларда өткізу туралы шешім қабылданған. Бұл орайдағы ең негізгі басты қойылып отқан міндет санитарлық эпидемиологиялық талаптардың сақталуы. Яғни университет қабырғасында болатын сабақтар арнайы санитарлық мемлекеттік органның рұқсаты бар болған жағдайда ғана университет қабырғасында келіп сабақ оқуға мүмкіншілік жасалады. Бұл орайда университет әкімшілігі тарапынан барлық аудиториялар қазіргі таңда дайын. Яғни әрбір аудиторияның дәліздердің, кіреберістердің санитарлық қондырғылармен міндетті түрде жабдықталуы орындалды. Медициналық біздің пунктіміз күшейтілген режимде жұмыс жасауға әзір. Әрбір аудиторияны сабақтардың арасындағы үзілісте желдету жұмыстары және санитарлық дезинфекциялауға қатысты құрал жабдықтардың барлығы әзір және дайын тұр. Сонымен қатар біздің 500 орындық жатақханамызда санитарлық талапқа сай қажетті орындармен жабдықталған. Бұл тиісті жаңа айтып өткендей санитарлық мемлекеттік орган тарапынан тиісті рұқсат берілген жағдайда біз жатақханаға студенттерді қабылдауға әзірміз. Ең басты айтқым келетіні, егер де университет қабырғасында қалыпты сабақ процесі жүргізілген жағдайда, рұқсат берілген жағдайда, сіздер санитарлық талаптарды сақтауға міндеттісіздер. Бұл жөнінде біз арнайы ереже қабылдап, оның ішінде білім алушылардың міндеті қандай, оқытушыларға қандай жүктелген міндеттері бар, және университет әкімшілігі қандай өзіне міндеттемелерді қабылдаған. Осы жөнінде арнайы ережені бекітіп, университеттің ресми сайтына орналастырылды. Сонымен мұқият танысуларыңызды сұраймын және бұл міндетті екенін ескертемін. Ең басты талаптың бірі ережеде көрсетілген. Университет қабырғасына келген кезде міндетті түрде бетпердеңіз және қосымша бетпердеңіз өзіңізбен бірге болуы тиіс. Бетпердесі жоқ және санитарлық ережелерді сақтамайтын білім алушыларды біз университет қабырғасына жібере алмаймыз. Себебі ең бірінші байлық бұл денсаулық. Яғни санитарлық талаптар сақтау арқылы біз сіздерді өзіңіздің денсаулығыңызды және қасыңызда отырған құрбы құрдастарыңыздың университет қызметкерлерінің денсаулығын сақтау үшін жұмыстануға, қауіпті қатер төндірмеуге шақырамыз. Сондықтан да барлығыңызды мұқият ережелермен танысуға шақырамын. Денсаулығымызды күтейік. Барлық уақытта да жақсы күндерде жолыққанша.